Сәлем қыздар, қарыннан қартадан жасалған өте дәмді, тойымды салатын рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздерші, дәмі күшті болып шығады. Ең алдымен таза ыдысымызға сәбізімізді корейкішінен өткіземіз. Мен үлкен сәбізді қолдандым. Үстінен тұз салып, жақсылап араластырып, езіп, кішкене жұмсартып қоямыз. Қартамызды тазартып, иісін кетіріп, барлығын жуып аламыз және де қайнатып, ыстық суда пісіреміз. Сосын ұзынша осындай соломка тәріздес етіп турап аламыз. Және де пияз қажет болады. Пиязды жартылай сақиналап, ірілеп турадым. Пиязды ұсақтап турауға да болады. Және де болгар бұрышы керек болады. Мендегі түрі қатырылған түрі. Барлығын пияз бен болгар бұрышын сұйық майымызда қыздырып, жаңағыдай қуырып аламыз. Аз көк, қара бұрыш, паприка және де сәбіз салатқа арналған приправа барлығын салып, және де үстінен бір ас қасық соевый соустан қою түрін пайдаланып қоссаңыздар, салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. Дәміне қарай аздаған тұз салыңыздар. Осымен салатымыз дайын болды. Егер рецепт ұнаса, комментарийге керемет деп жаза кетіңіз және де достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.